Hello everyone, how do you do? Welcome to my channel. Сәлеметсіздер ме? Қаларыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ауру жайлы болмақ. Ауырмаңыздар дегенмен үйренгеніміз дұрыс. Бірінші, екінші сөздерге назар аударып қарайық. How do you feel? Как вы себя чувствуете? Қалыңыз қалай? Жағдайыңыз қалай? Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз, я? How are you feeling? Екеуі де дұрыс, present simple да, біреу present continuous да. Ал енді көбісі шатастыратын мына үш сөзді үйренейік. Мен ауырып тұрмын деген I'm ill, I'm sick. Ал енді I feel sick деген ол менің жүрегім айнып тұр деген сөз. Шатастырмаңыздар, осы екі сөзді ауырып тұрмын деп айтсаңыздар болады. Ағылшын тілінде аурулардың барлығын дерлік біз have етістігімен айтамыз. Мысалы, I have a virus, менде вирус. I have a cough, менде жөтел. I have an infection, менде инфекция. Ал енді бас ауруы, іш ауруы, яғни ache, боль, ауру сөзі, яғни I have. Менің басым ауырып тұр. I have a headache, I have a stomach ache, I have a toothache. Аурулардың бәрін осылай айтамыз. Ал сіздер жаңадан берілген сөздерді қолданып айтып үйреніңіздер. Ал енді қан қысымым жоғары, қан қысымым төмен деп қалай айтамыз? I have a high blood pressure. Қан қысымым жоғары. I have a low blood pressure. Менің қан қысымым төмен деген сөз. Ал енді температура, я тоже have a temperature немесе fever. Дәрігерге көріндің бе? Have you seen the doctor? Ал енді жақындарымызға, туысқандарымызға, барлық адамдарға ауырса біз не деп айтамыз? Get well. Сауығып кет. I wish you a speedy recovery. Пайдалы деген ойдамын. Сөздерді үйреніп, осылай сөйлеп, қолданып жүріңіздер.